Егер балаңыз киімін жыртып алған болса, онда осы лайфхакты қолданыңыз. Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Гүлжанар. Бүгін сіздермен жыртықты қалай әдемі етіп жамауға болатынын бөлісетін боламын. Бұл жерде менің қызымның лосинасы. Алдымен мен оның жыртығын көктеп бір тігіп алдым. Жыртылған жердің көлемімен бірдей матаны астар етіп қолданатын боламыз. Киімдегі кездесетін түстерге үйлестіре отырып, осындай түсті жіптерді таңдадым. Жамайтын жеріме осылайша бірінші суретімді салып алдым. Енді сол суреттің үстінен түрлі түсті жіптерменен тігістерімізді тігетін боламыз. Мен гүлдің күлтелерін осындай қызғылт түспенен тігіп шықтым. Байқаған болсаңыздар, үйдегі қарапайым жібек жіптерменен тігіп отырмын. Осылайша күлтелердің барлығын тігіп аламыз. Гүлдің ортасын осылай қызғылт сары жіптермен тігіп шықтым. Дәл осы екі түс біздің киімдегі түстермен сәйкес келеді. Гүлдің сабағын тіккенге осындай ақшыл жасыл түсті таңдап алдым. Бұл гүлдің сабағын мен жыртығымыздың ең ұзын бөлігінің үстінен салған болатынмын. Осылайша ол жыртықты көрсетпей, біз үстінен тігіп тастасақ, әп-әдемі болып білінбей кетеді. Сабақтарын тігіп болдық, енді жапырағын да осы жасыл түспен тігетін боламыз. Ал букеттің бантигін мен осындай ақшыл көк түспенен тігуді жөн көрдім. Себебі бұл түс біздің киімде кездеседі. Міне, жыртығымыз толығымен жамалып бітті. Енді астындағы астарымыздың артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, киімнің жыртылған жерін жай ғана тігіп қойғаннан көрі,
Осылайша әдемі етіп киімге жаңа рем бергендеріңіз әлде қайда әдемі көрінеді.